Ал жігіттер, проблема болған, проблема болады, проблема бола бермек. Ол өмірдің бір заңы. Адам бар ғой, проблемадан қашып құтылмайды, проблеманы шешіп құтылады. Өзі Құранда жазады ғой, Алла тағала айтады ғой, сендерді әбігер жаратқам деп. Адам баласын әбігер, суетаға, әбігерлікке жаратқам, әуреге жаратқам деп. Ана бір жол менің бір байыным, досым, осы бәріне құтылып, ең қалған отта қыдырып, ел аралап, жер аралап, ақшамның қызығын көрем деп бастадық, қоғамдағы жауапкершілігінен қашып бір ауруға ілікті. Анда барып операция, мында барып емделді. Басымен ауру болып кетті. Енді бірін тура сөйтем деп еді, бір сәтсіз неке ұрынды. Одан басқа атып кетті. Айтайын дегенім, адам бәрібір бір проблема құрынады. Өйткені сен заңдылық қой, сен әбігер жаратылғансың, білесің бе? Әбігер жаратылғансың. Сондықтан өз басыңа бір жақсы әбігер тауып ал. Бір шаруа тауып ал. Сауап болатын, халқыңа қызмет қылатын, Құдайдың бір ризашылығын табатын әбігерді өзің тауып ал, соны шешіп, бұл өмірді абыроймен өтіп кет болды.